Сәлем балалар, 3 сынып әдебиеттік оқу 62 сабақ өнер білім бар жұрттар. Бүгін сен айтыс өнеріне жаттығатын боласың. Бірінші тапсырма: Ыбырай Алтынсарин кім? Ол туралы не білесің? Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті ағартушы педагога, әрі жазушы, этнографы. Ыбырай Алтынсарин қоғам қайраткері. Ол 1841 жылы 2 қарашада Қостанай облысының Қостанай ауданы Аманқарағай ауылында дүниеге келген болатын. Және де қазақ балаларын алғаш рет оқуға, білімге шақырған қазақтың ағартушы белгілі педагогі. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар. Тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды қыстай ұшырды, мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенге танықтай. Бізде бекер жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес бәйгеге түсіп, жарыспай. Желкілдеп шыққан көк шөптей, жаңа өспірім достарым, қатарын кетті-ау алысқай. Ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік, ектегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым. Сіздерге бердім батамды. Өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин. Үшінші тапсырма: өлеңді пайдаланып, жұмбақ айтыс ұйымдастырыңдар. Бірінші оқушы: аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызған ол не? Аты жоқ арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызған пойыздар ғой зарлаған. Төртінші тапсырма: ата-анаң немесе туысыңның атқарып жүрген жұмыстарын есіңе түсір. Олардың еңбегін жеңілдету үшін не ойлап табар едің? Менің анам жұмыстан соң шаршап келеді. Үйге келе салып, менің сабақтарыма көңіл бөледі. Бұл біраз уақытқа созылады. Менімен бірге сабақ оқитын бәрін білгір робот ойлап тапқым келеді. Анам жұмыстан соң демалатын еді, ал мен болсам сабақтарымды роботпен бірге жақсылап орындап қояр едім. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және де осы каналға тіркеліп алыңдар.